Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге кішкене біліммен бөліскім келіп отыр. Мынандай бір хадис белгілі барлығымызға. Бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи мәжіліс кезінде бір үстіне ақ киген, бас шашы қара түсті, тіпті сапардың иісі де шықпайтын бір, және ол адамды бұрын соң танымаған бір кісі келеді екен. Ол кісі келіп алла елшісіне аяғын тізесіне қойып жақындатып, ол алла елшісінің қолын өзінің санына қояды да, сосын сұрақ қояды: ей Мұхаммед, ислам дегеніміз не, иман дегеніміз не, ихсан дегеніміз не деп сұрақ қояды екен. Сол кезде алла елшісі: ислам дегеніміз алланы бір деп тану және алланың елшісіне куәлік білдіру десе, екінші иман дегеніміз не деген кезде намаз оқу, зекет беру, қажылыққа бару, рамазан айында ораза ұстау. Ихсан дегеніміз не десе, алла сені көріп тұрғандай, немесе алла мені көріп тұр деген сезіммен болу дейді. Одан кейін ең соңында қиямет дегеніміз не деген кезде сұраушыдан артық